Лев Полугаевский, Михаил Таль, 1969 жыл. Бұл классика, бұны жаттап ал, идеялар өте керемет. C4, ATF6, AC3, E6, ATF3, D5, D4, Вәзір гамбиті және C5, Зигберт Тарыш варианты. CD, At D5, E4, орталық және тағы да орталық. Алдық, CD, піл B4 шақ. Піл D2, алдық және рокировка. Піл C4. Италия жолына өзіміздің пілімізді орналастырдық. AC6 рокировка, B6 тура A, D1. Зигберт Тарыш ережесі ауыр фигураларды артынан орналастыру керек. Піл B7 тура F, E1 және ат A5. Бұл Михаил Иванович Чигориннің сүйікті жүрісі. Піл D3 тура C8 және D5. Шахматтағы ең қиын, ең күрделі нәрсе ол сарбазды құрбан ету. Осыны ұмытпаңыздар. ЕД және сарбазды негізгі орталыққа қойдық. Ат C4, мына уәзірге шабуыл жасап тұр, уәзір F4 және ат B2. Біліп тұр, мына пілдің қаншалықты қауіпті екенін біліп тұр. Бірақ бұл піл Лев Абрамович Полугаевскийға мүлдем керек емес. Піл H7 шах. Грек сыйлығы деп аталады, немесе пілді H7-ге құрбан ету. Алдық ат G5. Ат G5 патшаға шабуыл жасадық былай, және H4. Бұған таңғалудың қажет жоқ. Лев Абрамович өте керемет теоретик болған, және осының барлығын әдемілеп тұрып зерттеген адамдардың бірі. Тура C4 және H5 шах. H5 шах түсінікті енді, патшамен алатын болсаңыздар G4 болады, соңы вәзір F5 болады, ат F3 болады деген сияқты. Бұның барлығы түсінікті. Егер түсініксіз болса, онда өздеріңіз тағы да қосымша қолмен міндетті түрде зерттеңіздер. Бұлай ат F7 шах, қос шах, бұлай шабуыл жасадық және бұлай шабуыл жасадық. Вәзір F5 шах және E6. Дәл қазір E7 деп жүріп, осымен ойын аяқталады. Вәзір F6 алдық және тура D2. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз, мына аттың қал жағдайын білейік деп. Тура C6, тура B2. Енді ел аман жұрт тыныштап, мына аттың көзін жояйық, өйткені болашақта бізге кәдімгідей кедергі жасауы мүмкін. Тура E8, ат H6 шах және ат F5, бұл енді Каспаровтың сүйікті аты. Алдық және тура C2, енді қомағалар қатарына кіргіміз кеп тұр. Тура C6, тура E2. Басқа жақтан кіреміз енді. Піл C8 шах, ат H4, енді атты G6-ға қоюдың амалы, F5, ат G6 және тура A7. Осымен ойын аяқталды. Не үшін мен бұл партияны сіздерге көрсеттім? Ең қызығы, мен енді өзім андасында ческомда ойнайым, және менің қарсыласым бүгін ойналған партия 18 мамыр 2026 жыл KZ Chess және Master Wood деген партия. D4, қазынаны көрсетейін, өзімнің қандай қателіктерім бар болғанын. Қарсыласым Master Wood және мен. Сонымен D4, D5, C4, E6, AC3, ATF6 және алдық. Бұл енді айырбастау вариантын ойнайым деген ой болды менде. Ат D5 және E4. Орталық және тағы бір орталық. Алдық және C5. ATF3, алдық, піл B4 шах. Піл D2, алдық, рокировка, піл C4. Жаңа ғана көрген партияңыз Лев Абрамович Полугаевский және Михаил Нихемевич Таль. 6, бірақ басқа вариант ойнады. Мысалы, ол жерде ат C6 болатын болса, біз деген сарбазды 6-ға қойдық. Рокировка, B5. Піл B3. Жалпы әзірше, ақтарында қараларында ешқандай басымдығы жоқ. Піл B7, тура F, E1, ат C6, тура D1, ат A5. Енді Михаил Иванович Чигориннің сүйікті аты келді. Піл C2. Мен енді ол партияны көрдім. Полугаевский сол себепті мына пілді сақтап қалуға тырыстым. Тура C8 және D5. Міне, Лев Абрамович Полугаевскийдің идеясын пайдалану. Алдық және сарбаз негізгі орталық қойдық. Ат C4, вәзір F4. Вәзір F4 және ат B2. Тура кім сияқты? Михаил Нихемевич Таль сияқты, ол деген осы атын B2-ге орналастырды. Піл H7 шах. Бұлай ат G5 шах. Енді мен көріп ағам ғой. Көріп ағаннан кейін классиканың осындай пайдасы бар ғой. Патша G6 және H4.
ештеңеден қорықпаймын, ештеңеден қысылмаймын, тек қана алға деген сияқты. Тура C4 және осы жерде мен деген қателестім. Уәзір G3 деп жүрдім. Енді адами тұрғыда маған көп нәрсе түсініксіз болды, мен уәзір G3 әйтеуір қазір атты E6-ға қоямау деген бір сондай ой болды менде. Патша H6 және тура D2. Қателестім. Бұл енді дұрыс емес шешімдердің бірі. Енді кішкене мына E6 деген аса сенбедім. Бола ма, болмай ма, өте ме, өтпей ме деген сияқты. Ат A4 және енді E6 деп есіме түсті. Алдық және тура E6 шах 6-шы қатар бойынша пайдаландық. Бұлай және ат F7. Енді қарсыласы Михаил Нихимович Таль емес, сол себепті бұлай және ат D8. Мен осындай партия. Тағы бір ескертем. Классиканы оқыңыздар, классиканы көріңіздер. Классика сіздерге өте пайдалы. D5 алдық және сарбаз негізгі орталыққа қойасыз. Бұлай уәзір F4 және піл H7 шах.